Исаның адамдар үшін айқыш ағашта орындағаны құтқарып алу деп аталатынын көріп тұрмыз. Исаның бізді күнәнің құлдығынан құтқарып алу үшін төлеген құнының зор болғаны соншалық, біздің қайтадан құлдыққа оралуымызға жол жабылды. Бірақ бұған қоса осы римдіктерге арналған хаттың үзіндісінде құнын өтейтін төлем жайында да айтылады. Түсінуге күрделі құнын өтейтін төлем сөзін жиі қолданбайтын шығарсыздар. Жалпы көптеген жылдар бұрын мен мына нәрсені түсіндім. Егер мен түсінбейтін сөз немесе сөйлем кездестірсем, сондай мағына беретін басқа сөз немесе сөйлем табуға тырысам. Бастысы мағынасының өзгермеуі, мәнінің толығымен сақталғандығы. Мысалға біреулер Құдай құдіретті деп айтады. Мұның қандай мағынасы бар? Бұл Құдай шексіз құдіретке ие дегенді білдіреді. Оның қолынан бәрі келеді. Құдіретті деудің орнына мен оның қолынан бәрі келеді деген сөзді қолданам. Біреу Құдай құдіретті деп айтқанда, мен оның қолынан бәрі келеді деп түсінем. Немесе мысалға Құдай барлығын біледі, сондықтан мен ол барлығын біледі деген сөзді қолданам. Оның қолынан бәрі келеді және ол бәрін біледі. Немесе оның қасиетінің бірі Құдай барлық жерде бірден бар. Сондықтан мен ол барлық жерде деп айтам. Сонымен құдіреттілігі, барлығын білетіндігі, барлық жерде екендігі жайында пайымдай отырып, мен былай деймін. Ол барлығын істей алады, ол барлығын біледі және ол барлық жерде. Солай түсініктірек. Құнын өтейтін төлем сөзіне оралайық. Құнын өтейтін төлем сөзін алмастыратын, заманға сай көпшіліктің түсінуіне оңай келетін сөз қанағаттандыру. Яғни ол біздің күнәларымыз үшін құнын өтейтін төлем болғанын айтқанда, ол Иса біздің күнәларымыз үшін қанағаттандыру болды деп айта аласыздар. Бұл нені білдіреді? Біздің түсінгеніміздей, Мәсіхтің айқышта адамдар үшін орындағаны құн төлеп құтқару, ал Мәсіхтің айқыш ағашта Құдай үшін орындағаны төлемін өтеу немесе қанағаттандыру. Оның қандай мағынасы бар? Иса орындалды деп айтқан кезде, ол айқыш ағашта құрбан болу арқылы біздің төлемімізді өтейтін немесе Құдайдың киелі әділ табиғатын қанағаттандыратын құнымызды төледі. Енді Құдай әке өзінің сүйіспеншілігін өзінің киелілігі мен әділдігінен бас тартпай көрсете алды, өйткені осындай табиғаты қанағаттандырылды. Яғни қазіргі тілмен айтқанда, Иса айқыш ағашта құрбан болған кезде, ол біздің күнәларымыздың құнын өтеп, Құдайдың киелі әділ табиғатын қанағаттандырды. Енді оның бізбен сүйіспеншіліктегі қарым-қатынаста болуға мүмкіндігі пайда болды. Біз оған жақындай аламыз. Оның құтқаруы мен сүйіспеншілігін қабылдай аламыз. Және ол өзінің болмысына бола бізді құртып жібермейді. Неліктен? Иса сол үшін құрбан болды. Оның өлімі осыған төлем болды. Құдай бұл мәселені шешті. Енді ол бізге сүйіспеншілігі мен құтқарылуын бере алады. Неге? Өйткені оның киелі әділ болмысы толығымен Исаның айқыштағы өлімімен қанағаттандырылды. Сонымен Иса не үшін құрбан болуы керек болды? Құдай әкенің киелі әділ болмысының төлемін өтеу немесе қанағаттандыру үшін. Сонымен қатар, үлкен құн төлеп, бізді құлдықтан азат ету үшін. Сізге әлі де еш нәрсе түсінікті емес пе? Кідіре тұрыңыз. Келесі бейне үзіндіде осы түсініктерге көріністер көрсетем. Олар барлығын түсінуге көмектеседі деп үміттенем.